Сәлем достар, кезекті қайтарымсыз 3 миллион теңге грантын, тәуелсіздік ұрпақтар атты грантты кімдер ала алады және қалай қатысуға болады? Ол гранттың мақсаты қандай? Білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз және маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдары дүниеге келген дарынды жастарға нақты қолдау ретінде тәуелсіздік ұрпақтары атты грантты тағайындау қажеттігін атап өткен. Осыған орай, министрлік 2021 жылдың 8 шілдесінде үкімет қаулысымен тәуелсіздік ұрпақтары грантын тағайындау бойынша ережелер мен тұжырымдамасын бекітеді. Былтыр алғаш рет тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай үздік 30 жобаға 3 миллион теңгеден тәуелсіздік ұрпақтары атты грант беріледі. Еліміздің 14-29 жас аралығындағы барлық азаматтарына арналған гранттың негізгі мақсаты белсенді шығармашыл жастардың жобаларын, бастамаларын іске асыру, қолда бар жобаларын дамыту, ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізу және жастарды оқыту үшін пайдалануға беріледі. Ата кетейік, бұл гранттар жаңа идеялар мен бастамаларды іске асыру үшін, яғни ғылыми, мәдени, ақпараттық технологияларды және бизнес, медиа бойынша жобаларды іске асыру үшін беріледі. Толығырақ тоқтала кетсек, ғылымның басым секторларында жаңа ғылыми жобаларды немесе зерттеулерді іске асыру үшін береді, және мәдениет, Қазақстанның мәдени мұрасын танымал етуге, халықтың мәдени дәстүрлері мен өнерді ілгерілетуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін береді, және ақпараттық технологиялар, жаңа IT шешімдер мен жобаларды, оның ішінде бастауыш стартап жобаларды іске асыру үшін және оларды әзірлеу үшін берсе, бизнес, экономиканың басым секторларында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін береді. Сонымен қатар медиа, жаңа медиа жобаларды, оның ішінде жастар үшін танымдық, пайдалы, қызықты контент құру жөніндегі жобаларды іске асыру үшін беріледі. Конкурсқа өтінімдер екі тілде қабылданады, мемлекеттік және орыс тілде. Оның ішінде жобаның сипаттамасы болу керек, жобаға бейне презентация қоясыз, 1 минуттан асып кетпеу керек, және шығындар сметасының жобасы керек. Сонымен қатар зияткерлік меншік туралы мәліметтер бар болса. Жалпы грант саны 33, қабылдау 2022 жылдың 25 қыркүйегіне дейін жалғасады. Үміткерлердің өтініштерін электрондық нұсқа арқылы немесе Нұр-Сұлтан қаласында министрлік үйіне, әкімшілік ғимаратына қағаз күйінде алып бару күйінде өткізе аласыздар. Мен қазір почтасын белгілеп қоямын. Жалпы ақпарат пайдалы болды десеңіздер, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты жобалар мен видео ақпараттар болады, сондықтан маған тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Сау саламатта болыңыздар.